Сәлеметсіздер ме, құрметті менің арыстан белгісінде туылған көрермендерім, қалдарыңыз қалай? Сіздерге арнап 2025 жылға астрологиялық жұлдызнама жасайтын боламын. Ең бірінші тоқталатын мәселе бұл сіздердің асцендент белгілеріңіз. Оны әр видеоларымда айтып жүрмін. Асцендент белгіңізді де бірге қараңыздар деп. Егер білмейтін болсаңыздар, астында ссылка тұр. Инстаграм каналыма тіркеліп, сол жақта актуальныйдан қарасаңыздар, видео салып қойдым. Қалай өзіңіздің картаңызды қарауға болады? Өзіңіздің картаңызды сол видео арқылы тауып жасап қарасаңыздар болады. Қай планеталар қай жерде тұр, өзіңіздің жалпы картаңыздың қандай екенін көретін боласыздар. Енді 2025 жыл бізде көп оқиғаларға толы болмақ, көп планеталардың ингрессиялары болады және 2025 жыл бізде 9 санының төңірегінде өтетін болады. Яғни 9 саны бұл кульминационный сандардың бірі, яғни кульминация, қорытынды жасау, итог жасау, жаңа этапқа дайындалу процесі. Жалпы мен айтқанымда 2024-25 жылдар бұл өтпелі уақыттардың бірі. Яғни жаңа нәрсеге өту кезеңі, жаңа нәрселерді қабылдау кезеңі болады. Қаңтар айында ай түйіндері өзінің нүктелерін ауыстыратын болады, осін ауыстыратын болады. Олар осы уақытқа дейін тоқты мен таразы белгісінің осында болды, енді балықтар мен бикеш белгісінің осына ауысатын болады. Осы жылы көбінесе адамның психологиялық, психикалық, эмоционалдық және физикалық денсаулығы алдыңғы планға шығатын болады. Көп адамдар өзінің денсаулығымен айналысатын болады. Енді бұл екеуі сіздердің 2-ші және 8-ші секторларыңыздың ойсына ауысатын болады. Бұл дегеніміз қаржылық жағдайыңыз. Қаржыңызда көбірек санау керек болады, транжирит етпеу керек болады, экономдау керек болады. Сіздер үшін қаржы мәселесінде экономдау өте маңызды болады. Және бикеш белгісі болғандықтан өзіңіздің қандай да бір жұмысыңызды ашу, бизнеспен айналысу және бизнеста каждый тиынды санау, яғни бикеш белгісінің энергиясы бойынша әрекет ету. Бізде арыстан белгісі қандай? Бізде арыстан белгісі шашқанды жақсы көреді, өте щедрый, ақ көңіл белгілердің бірі. Егер олар жасайтын болса, барлық нәрсені сондай көрнекті қып, өте әдемі қып жасағанды ұнатады. Бірақ сіздерге болмайды. Осы жолы сіздер егер бір нәрсе жасайтын болсаңыздар, өзіңіздің кірісіңізді, табысыңызды үлкейту, жаңа нәрсені бастау кезінде мүлдем арыстан белгісі бойынша әрекет етпейсіздер. Сіздер бикеш белгісі бойынша әрекет етесіздер. Яғни санау, есептеу, анализ жасау, синтез жасау, экономдау бұл сіздерде приоритете болу керек міндетті түрде. Одан кейін осы қаңтар айының ең бір сәтті күндерінің бірі 21 күні, 21 плюс-минус 3 күн деп есептеңіздер. Осы күні Плутон планетасы мен күн планетасы, сіздердің басты планеталарыңыз күн Плутонмен бір нүктеде қосылатын болады. Күн ең маңызды планета болса, Плутон ең соңғы планета күн жүйесіндегі. Сондықтан бұл екеуінің қосылысы өте бір мощный энергетика тұрғысынан мықты күндердің бірі болады. Сондықтан осы күндері өзіңіздің қандай да бір бойыңызда бар қасиетіңізді ашу, өзіңіздің жалпы не қалайтыныңыз, қалай істейтініңізді түсіну, осознание дейді ғой, бір нәрсені түсіну, өзіңіздің бойыңыздағы қасиеттеріңізді ашу периоды болуы мүмкін. Және қандай да бір сөйлесу, переговорлар болса, біреулермен келісу, маңызды кездесулерді осы күндерге жоспарласаңыздар болады. Өйткені осы күні сіздер өте энергетикаңыз, энергетикалық фоныңыз өте мықты болады. Удачный күндердің бірі, былайша айтқанда. Одан кейінгі маңызды период бұл 14 мен 29 наурыз арасында күннің және айдың тұтылулары болады. Енді осы 14 мен 29 аралығында өте маңызды шешімдер қабылдамаңыздар. Бұл кезде жаңағы ұшақтағыдай турбулентный уақыттардың бірі болады. Турбулентный бір аймақтар болады, сол сияқты турбулентный. Бұл кезде біз қараңғы бір дәлізге кіргендей боламыз, яғни біз көп нәрсені көз алдымыздан жіберіп алуымыз мүмкін, байқамай қалуымыз мүмкін, қателіктер жасап қоюымыз мүмкін. Сондықтан бұл кезде маңызды шешімдерді қабылдамау керек. Ойланыңыздар, толғаныңыздар, бірақ қабылдамаңыздар. Енді бұл сіздердің қаржы секторларыңыз болғандықтан, осы кезде қандай да бір инвестициялар жасауға өте абай болыңыздар. Ойланып, түйін жасап барып қабылдағандарыңыз жөн, қандай да бір шешімдерді. Бірақ желательно 14-29-нан кейін қабылдаңыздар. Енді бұл әркімде әртүрлі ситуация болуы мүмкін. Біреулерде қарыз мәселесі, қарыз алу, қарыз беру, қарыздан құтылу, қандай да бір іс құжаттар, договорлар, жаңағыдай келісім шарттар, сондай бір мәселелер болуы мүмкін. Енді біреулерде
наследство жаңағыдай болуы мүмкін, иә. Одан кейін 4-ші айда Нептун планетасы тоқты белгісіне кіретін болады. Нептун негізі тереңдіктің белгісі, иә. Нептун бұл идеологияның белгісі. Нептун тоқты белгісіне кірген кезде сіздердің идеологияларыңыздың өзгеруі, қандай да бір өзіңіздің идеологияңызды қорғауыңыз болуы мүмкін. Енді 9-шы сектор болғандықтан бұл кезде көп адамдар өмірдің мәнін іздейді. Өмірдің мәні неде? Не үшін өмір сүріп жатырмын? Қай жаққа қозғалып баратырмын? Деген сияқты ойлар мазалауы мүмкін адамды. Сонымен қатар бұл кезде сіздер көбінесе рухани дамуға көңіл бөлесіздер. Осы кезде көп адамдар саяхаттауы мүмкін, яғни саяхатқа көбірек көңіл бөле бастайды. Яғни саяхаттау керек, даму керек деген сияқты сондай ұстанымдарды ұстанатын болады. Сонымен қатар бұл кезде ажырасу процесі болуы мүмкін, немесе қайта үйлену процесі болуы мүмкін. Жалпы Нептун бұл кезде сіздің ішкі әлеміңізбен, сіздің кругозорыңызбен, сіздің жалпы философиялық ойлау қабілетіңізбен көбірек жұмыс жасайтын болады. Өзіңіз сол жағыңызбен көбірек жұмыс жасайтын боласыздар. Яғни сіздер үшін өмірге деген көзқарасыңыздың өзгеруі маңызды болады. Өмірге деген көзқарасыңызды өзгертесіздер. Одан кейін 5-ші айда Сатурн планетасы сіздердің 9-шы секторларыңызға тоқты белгісіне кіретін болады. Яғни Сатурн бұл дисциплина, Сатурн бұл уақыт, яғни Сатурн планетасы сіздерден жауапкершілікті талап ететін болады. Сатурн планетасы бойынша сіз өзіңіздің ойыңызға, өзіңіздің көзқарасыңызға жалпы жауапкершілік алатын боласыздар. Сатурн планетасы 9-шы сектордан өткенде көбінесе адам өзінің өміріне деген өзінің көзқарасы үшін жауапкершілік алатын болады. Яғни адамда осы кезде сепарация периоды болуы мүмкін. Яғни басқа адамнан өзін бөлектеп алу. Мысалы сіз егер тұрмыста болсаңыз, немесе үйленген болсаңыз, немесе ата-анаңызбен тұрасыз, ата-анаңыздың жанынан кете алмай жүрсеңіз, сіздерге осы уақыт өте бір пайдалы уақыттардың бірі болады. 2028 жылға дейін сіз өзіңізді басқа адамнан бөлектеп алуыңыз керек. Яғни өзіңізге жауапкершілік алу, өзіңіздің өміріңізді сүру. Одан кейін 6-шы айда маусым айында Юпитер планетасы Шаян белгісіне кіретін болады сіздердің 12-ші секторларыңызға. Енді Юпитер планетасы бұл бізді кеңейтетін, бізді үлкейтетін, бізге жаңағыдай сыйлық жасайтын планеталардың бірі деп айтамын. Негізі Юпитер Шаян белгісінде экзальтацияда, яғни оған ол жерде өте жақсы, комфортно өзінің энергиясын толық аша алады. Енді 12-ші сектор бұл сіздің ішкі жағдайыңыз өте жабық соңғы секторлардың бірі болғандықтан сіздерде ішкі байлығыңыз, ішкі жан дүниеңіздің үлкеюі болады. Яғни осы кезде сіздер қоғамдық жұмыстармен немесе жаңа қамқорлықпен айналысуыңыз мүмкін. Осы кезде сіз балалы болуыңыз мүмкін, немесе сіз үй жануарларын асырап алуыңыз мүмкін. Көбінесе үй жануарлары болуы мүмкін. Білмеймін, ит асырап алу, мысық асырап алу деген сияқты процесс болуы мүмкін. Өйткені сіздің эмоцияңыз, энергияңыз өте жоғары көп болғандықтан сіз оны басқамен бөліскіңіз келуі мүмкін. Немесе сіздердің эмоционалдық жағдайыңыз жұмысыңызға әсер етуі мүмкін. Яғни сіздің эмоционалдық жағдайыңыз жақсы жағына қарай өзгеретін болса, сіздің жұмысыңызға да әсер етеді. Яғни сіздің жұмысыңызға құлшынысыңыз арту, яғни өзіңіздің ұнамайтын жұмысыңызды ауыстыру болуы мүмкін осы кезде. Яғни сіздің жұмысыңызға психологиялық тұрғыдан, психика тұрғысынан сіздің дайын болуыңыз, яғни сізге ұнауы, осы кезде өзіңізге ұнайтын жұмысыңызды табасыз. Бәлкім әркімде әртүрлі ситуация болады. Одан кейін бұл денсаулық мәселесі болуы мүмкін. Денсаулығыңызға көбірек көңіліңізді бөлетін боласыздар осы кезде. Одан кейін 7-ші айда, шілде айында Уран планетасы егіздер белгісіне кіретін болады. Сіздердің 11-ші секторларыңызға. Жалпы Уран планетасы соңғы 7 жыл бойы торпақ белгісінде болды, яғни торпақ белгісінің энергетикасын ашты. Сол белгіге байланысты сфераларды ашты, дамытты. Енді егіздер белгісіне кірген кезде көбінесе IT бағыты, жасанды интеллект, жаңа технологиялардың дамуы болады. Сол үшін сіздердің 11-ші секторларыңыз болғандықтан бұл сіздердің қандай да бір онлайн жұмыстармен айналысуыңыз. Егер сіздерге сол онлайн жұмыстар актуальны болса, сол нәрсемен алдағы 7 жыл бойы айналыссаңыздар болады. Алдағы 7 жыл сол онлайн бағытқа көбірек көңіл бөлсеңіздер болады. Енді 11-ші сектор бойынша бұл сіздердің жоспарларыңыздың күрт өзгеруі болуы мүмкін. Сіздер ойда жоқта жоспарыңызды өзгертуіңіз мүмкін. Яғни сіз осы күнге дейін карьералық ростпен келе жатқан адам болсаңыз, күрт сіз басқа жұмысқа ауысуыңыз мүмкін. Яғни Уран планетасы бізге не беретіні белгісіз, өте спонтанный планеталардың бірі.
неожиданный планета деп айтам. Сол үшін бұл жерде сіздердің өзіңіздің ұзақ уақыт бойы келе жатқан жолыңыздан күрт бұрылуыңыз, күрт айналуыңыз, өзгеруіңіз болуы мүмкін. Өзіңіздің жоспарларыңызды өзгерту, яғни. Кейін Уран осы егіздер белгісінде болғанда айтқанымдай жаңа технологияларды, жаңа сондай тіл, оқу, онлайн мәселелердің бәрін дамытатын болады. Сол үшін сол сфераларға көбірек көңіл бөлсеңіздер болады, егер сіз үшін актуальны болса. Одан кейін 8-ші айда Марс планетасы сіздердің белгіге кіретін болады. 8-ші айда сіздер көп сөйлесуіңіз мүмкін, көп поездкалар болуы мүмкін сіздерде. Бір жерге бару, совместно өзіңіздің сүйіктіңізбен бару, немесе бизнес жұмыстағы коллега, аға, іні, қарындас деген сияқты адамдармен совместно бір жерге баруыңыз мүмкін. Яғни бірге демалу ма, жұмыс мәселесі ма, енді әркімде әртүрлі мәселе. Сондай бір поездкаларыңыз болса, бару бір жаққа, алыс емес жақтарға баруды осы 8-ші айға жоспарласаңыздар болады, және 8-ші айда сондай мәселелер өте удачно өтеді сіздерде. Одан кейін 9-ші айда, қыркүйек айында 2-ші айдың тұтылуымен күннің тұтылуы болады. Бағана айттым ғой, бірінші парасы наурыз айында болды, енді 2-ші парасы қыркүйек айында болады. Бұл 7 мен 22 аралығында болады. Осы кезде көбінесе қатты бір шешімдер қабылдамаңыздар. Бағана айттым, турбулентный уақыттардың бірі деп. Сол үшін өзіңіздің қандай да бір маңызды шешімдеріңізді 22-ші қыркүйектен кейін қабылдауға тырысыңыздар. Енді бағанағы айтқанымдай наурыз айында басталған жұмыстарыңыз, сол кездегі жаңағы бір салымдарыңыз болса, инвестиция жасаймын деген болсаңыз, бизнес ашам деген болсаңыз, енді бұл сіздердің бағана айттым ғой, қаржы секторларыңызға түсіп тұр деп. Сондықтан сондай мәселелеріңізді осы 9-ші айда жүзеге асырсаңыздар болады. 9-ші айдың соңына қарай. Және де қатты бір маңызды шешімдеріңізді қабылдаңыздар осы кезде. Немесе кейбір адамдарда сол 3-ші айда бастаған нәрселердің кульминациясы болуы мүмкін, жемісі болуы мүмкін, өздерінің қандай да бір проекттарын бітіруі мүмкін. Енді әркімде әртүрлі ситуация бұл жерде. Жалпы айдың күннің тұтылуы кезінде өте бір судьбоносный тағдырына байланысты өзгерістер болады адамда. Бұл сіздердің енді қаржы секторларыңыз болғандықтан, қаржы секторыңызға тұрақты мүлік мәселесінде қандай да бір өзгерістер болуы мүмкін. Бәлкім сіз тұрақты мүлік аласыз, сіз тұрақты үй аласыз, немесе сондай бір үлкен ауқымды бір нәрсе алу, қарыз алу болуы мүмкін, қарыздан құтылу, қарыз беру, немесе біреулер наследство алып жатады осы кезде, яғни өзінің әкесінен, шешесінен жаңа қалған наследствосы, мұрасы болуы мүмкін. Немесе бұл кейбір адамдарда страховка, жаңағыдай налог мәселелері болуы мүмкін. Әртүрлі ситуация әркімде. Одан кейін соңғы 10-ші, 11-ші, 12-ші айларда бізде откат болады артқа қарай. Бұл кезде барлық ингрессия жасаған планеталар артқа қайтып, жаңағы ретро қозғалысқа кіреді планеталар. Енді планеталардың ретро қозғалысы кезінде адам қатты эмоцияға берілмей, бұл кезде көбінесе сол проблемаларыңызды шешуге тырысыңыздар, ойлануға тырысыңыздар, қателіктеріңізді түзетуге тырысыңыздар. Жалпы өзіңіздің шешімдеріңізге, өзіңіздің қозғалысыңызға, қабылдаған нәрселеріңізге бір қарау. Дұрыс па, бұрыс па, қате жері болса түзету периоды. Бұл кезде кішкене кейбір адамдар өзінің жасаған нәрселерін, бастаған нәрселерін жақтырмай, өкіну деген сияқты сезімдер болуы мүмкін. Бірақ бұл уақытша, әрине, әрбір адам өзінің қандай да бір жолында кездескен қиындығын шешу керек осы кезде, соңғы айларда. Міне достар, сіздерге арналған жалпы 2025 жылға астрологиялық жұлдызнамам осындай. 2025 жыл сіздерге тек жақсылығымен келсін, жұмыстарыңызға табыс, дендеріңізге саулық. Осы 2025 жылы денсаулықтарыңызға аса мән берулеріңіз керек. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдауларыңызды білдіріп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.